Өздеріңіз бәріңіз білесіздер, баяғыда біздің қазақ өте қызық қой. 89-88 жылдар кімнің үйінде видик болса, мысалы, ойбай ананың үйінде видик бар екен, ойбай ананың үйінде цветной, түрлі түсті теледидар бар екен деп бәріміз қызығатынбыз. Сонда мен армандайтынмын, шіркін-ай, бір үйімде видигім болса екен деп. Қазір оның бәрі күлкілі. Ең бірінші бастағанымыз бизнесті, бір досым бар еді, қазір ол Германияда Витка Лидер деген ауылдарға музыка ойнадық. Тойларға, онан кейін сол кезде дискотека дейді, жаңағы светтерді бояймыз. Йодпен, қазір сенбеуіңізде мүмкін, зеленкамен сөйтемізді жаңағына бояп, билетіп, онан кейін сол кезде газеттерді, журналдарды кесіп, билет қылатынбыз. Мінекей сөйтіп бастап жүріп, онан кейін не істеп атасыз? Анау ойбай осындай машинапты, анау мынандай істепті деп. Сөйтіп бизнеске бастай бастадық. Енді бизнес деген оңай келетін нәрсе емес. Бизнесте көп нәрсе, адам деген адал болу керек. Ол өте алдыңа мақсат қоюың керек. Ешкімді алдамауың керек. Егер мысалы алдайтын болсаң, ол бизнес емес. Ол өзіңнің семьяңа кір келтіресің. Мынау мысалы әсіресе жастарға біреудің дүниесіне қызықпау керек, біреудің дүниесіне алмау керек. Істемеген нәрсеміз жоқ. Елдер күлетін. Мен баяғыда Жамбылда автовокзал бар. Сол жерде шашлык сатқан. Қаланың балалары талай білмейді. Сексеуілді ойлайды балтамен жарады деп. Оны білесіздер өздеріңіз. Оны томарға ұрып, бірін-біріне ұрып жарады. Соны тарсылдатып, жаңағы. Сол кезде марқұм әкем айтатын, осы сенен бірдеңе шығады деп. Мынау адамның, әр адамда өзі болатын бала кішкентай кезінен дейді ғой, ынта болу керек, алға ұмтылу керек. Сол кезде ойлаймын, бәрі болады деп. Егер халқыңа, еліңе жақын болсаң, отаныңды сүйсең, Құдайға шүкір, әйтеуір оқудан оқу. Мен қазір мінекей 50-ге келдім. 50-ге келсем де менің ойымша ойлаймын, шіркін-ай, жаңадан бастасам деп. Бізде, мысалы, дұрыс өмір сүріп, дұрыс көз қарасың, дұрыс болса, әсіресе жастарға болашақ үлкен. Әр жерден бізде бизнес істеуге болады. Жалқау болмау керек. Алға дұрыс қарау керек. Мынау әсіресе енді бизнес бастайын деп, жастар, олар мақсат қойсын, өтірік айтпасын. Сол кезде ойлаймын, бәрі дұрыс болады деп. Ауылға барған кезімде үлкен кісілер жиналып маған айтты. Жиналып отыр екен, мен айттым, қариялар ауылға не көмек көрсетейін дедім. Үстім айтты, Арқабек, сенің үлкен көмегің ол ауылға канал тартып бер деді. Сол ең бірінші менің алғашқы өзімнен. Онан кейін жаңағы 18 километр канал тартып бердім. Ауылға бұлақтардың бәрін ашып бердім. Онан кейін өзіме ынта пайдаландым. Арманым кішкентай күнімде бізде, мен енді жаңа айтып кеттім ғой, Байзақта тұрдым деп. Дядь Коля деген участковый бар еді, Науменко деген фамилиясы. Аяқ кесік, соғыстан келген ба, галифе киіп жүретін, хромовый етік дейді, сонда мен футбол ойнайтын. Қашсаң қуып жететін. Ол кезде бала күнімізде жаңа бір мына жақтан 300 ауыл болып төбелесеміз, ауыл болып ұрыссамыз, жаңағы жалғыз жаңағы участковый бәрімізді қуып бытшытымыз шығаратын. Қараңызшы, футбол ойнайтын. Ол кісіні кейіннен пенсияға шыққан кезінде келіп тұрдым, көріп. Бала күнімдегі мақсатым менің милиционер болсам дейтінмін, ойлайтынмын. Мына жерде бір пистолетім, мына жақта бір пистолетім. Мүмкін кино көргеннен кейін шығар. Кейін өмірге көз қарасымыз бәрі басқаша болып кетті. Жаңағы елдер айтады ғой, ойбай, ананың ағасы бар, ананың кришасы бар, ананың мынаны. Мен тағы да қайталап айтам. Өзің таза, өзің дұрыс істеп, жаңағы ұрламай, алдамай, дұрыс жолмен жүрсең, бәрі оқтай болады. Елдер айтады, ойбай, анау ананың крышасы екен, анау бүйтіп қапты деп. Менің ойымша оның бәрі өтірік. Шын еңбек табам, шын
ақ ниетпен істегендердің адамның алдынан бәрінен алла жарлайды.